мінекей біздің салатымыз келесі. Салат с куриной печенью. Салат говяжьей печенью. Говяжья печень, батон, помидоры черри, картошка, маслины, масло для жарки, кедровые орешки. Что мы с вами делаем? Сперва мы с вами режем наш батон. Бізге 2 ломтик қана керек болады. Міне осы екеуі. Енді осыны қызып тұрған табада екі жағын қуырып аламыз. Енді сол табаға картошкамызды қуырамыз. Картошкамызды турап алдық. Енді бізге мына печеньді көп қыздырып жіберіп, мен духовкада ерітем деп. Осы крупный тураймыз. Негізінде любой печень бола береді, қыздар, не обязательно прям осы говяжий, куриный да бола береді. Крупный тураймыз. Қыздар, табамызды қыздырдық. Енді мынаны екі жағынан до золотистой корочки нанымызды қуырып аламыз. Сосын сол табаға қалған ингредиенттерімізді қуырамыз. Бұл бізде бетіне әдемілеп қою үшін декорға керек. Қыздар, нанымызды қуырып алдық. Енді осы табаға печеньді саламыз. Ай, жоқ, өтірік айтам. Да, точно. Қыздар, қуырып алдық. Енді осыған картошка қосамыз. Картошкамен қуырамыз. Қасықтың бұрышында чуть-чуть қант, бір кішкене тұз. Тұз қосамыз, көп емес. Жақсылап араластырып. Помидорымызды қосамыз. 2-3 минут қуырып, су құйып бұқтырамыз. Қыздар, міне 5-10 минут қуырдық. Енді су құйып, осыны осылай туштетеміз. Су тартылған кезде снимать етеміз. Надо, знаешь, что-нибудь снизу. Қыздар, міне туштеттік. Көрдіңіздер, бір кішкене су қалды. Бұл бізде заправка болады салатта. Енді осыны аккуратно алып, мынандай кольцо болу керек обязательно. Через кольцо выкладывается. Осыны осылай саламыз. Мынаны бетіне алып қалайық для декора. Мінекей салып алдық. Енді ысымызды аламыз. Маслины. Маслиныйды қоймасаңыздар да болады. Және кедровые орешки. Астарыңыз дәмді болсын, қыздарики.